Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеуді шешу. Бұл сабақта сен теңдеуді шешу тәсілін таңдауды үйренесің. Балалар, біз теңдеу шешуді үйрендік. Белгісіз қосылғышы бар теңдеу, белгісіз азайтқышы бар теңдеу, белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешуді үйрендік. Бүгін сол теңдеу шешу тақырыбын пысықтаймыз. Белгісіз қосылғышы бар теңдеуді шешіп көрейік. Бізге 3 қосу x тең 10 деген белгісіз қосылғышы бар теңдеу берілген. Белгісіз қосылғышымыз бұл жерде x. X-ті табу үшін, яғни белгісіз қосылғышты табу үшін, қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайту керек. Бізде қосындының мәні 10-ға тең де белгілі қосылғышымыз 3-ке тең. Яғни 10-нан 3-ті азайтамыз. Сонда бізде x-тің мәні 7-ге тең болады. Енді астын сызып тексерейік. Бірінші қосылғышымыздың өз жазылады 3. Қосу x-тің орнына 7-ні қоямыз. Сонда 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең. 10 тең 10-ға. Енді белгісіз азайтқышы бар теңдеуді қалай шешеміз? Еске түсірейік. 7 азайту x тең 3 деген белгісіз азайтқышы бар теңдеу берілген. Бұл жерде 7 азайғыш, x азайтқыш, 3 айырманың мәні. Белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайту керек. Яғни x тең 7-ден 3-ті азайтамыз. Сонда x-тің мәні 4-ке тең болады. Енді астын сызып тексерейік. Тексерген кезде балалар, теңдеудің берілгеніне қараймыз. Бірінші бізде 7 азайғыш тұр. 7-нің өзін жазамыз. Азайту x-тің орнына 4-ті жазамыз. Тең 3. 3 тең 3-ке. Енді белгісіз азайғышы бар теңдеуді шешуді еске түсірейік. X азайту 4 тең 8 деген бізге теңдеу берілген. X азайғыш, 4 азайтқыш, 8 айырманың мәні. Белгісіз азайғышты табу үшін азайтқышқа айырманың мәнін қосу керек. Яғни x тең деймізді, 8-ге 4-ті қосамыз. Сонда x 12-ке тең болады. Енді 12-ден 8-ді азайтамыз. 4. 4 тең 4-ке. Енді балалар, мына тапсырмаға қарайық. Қобдишада неше інжу бар? Сурет бойынша теңдеу құрастырамыз. Бізде қараңдар балалар, суретте бірінші 4 інжу берілген. 4-жүге x інжуді қосқанда 10 інжу болған. Қандай теңдеу құрастырамыз? 4 пен x-тің қосындысы 10-ға тең деген теңдеу құрастырамыз. Енді бұл жерде белгісіз қосылғышты табамыз. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни 10-нан 4-ті азайтамыз. Сонда x-тің мәні 6-ға тең. Енді тексереміз. 4 қосу 6 тең 10. 10 тең 10-ға. Енді екінші сурет бойынша қарайық. Бұл жерде балалар бізде сандықшада қанша інжу бары белгісіз. Одан 4-еуін алғанда 10 інжу қалыпты. Қандай теңдеу құрастырамыз? X азайту 4 тең 10 деген теңдеу құрастырайық. Белгісіз азайғышты табу үшін біз айырманың мәніне азайтқышты қосуымыз керек. Яғни 10-ға 4-ті қосамыз. Сонда x-іміз 14-ке тең. Енді тексереміз. X-тің орнына 14-ті қоямыз. 14 азайту 4 тең 10. 10 тең 10-ға. Жарайсыңдар балалар, енді оқулықтың 56-57 беттеріндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 53-54 бетіндегі
Тапсырмаларды өз бетіңше орында.